Mercedes 221 автокөліктің қозғалышының көлемі 6.2 AMG. Жағдайы жақсы, капоттың асты таза, клиент машинасын жақсы қарайды екен. Салонында көрсетіп жіберейін. Осындай тап-таза, бәрі жақсы жағдайда. Автокөлік қандай мәселемен келді десеңіздер, автокөліктің мәселесі жүрмейді деген, тартпайды екен. Орнынан қозғалу қиын, ауыр қозғалады. 3 литр мерседерден де қалып кетеді, тартпайды үшін. Қысқасы. Клиенттің бармаған жері, аспаған тауы жоқ. Көптеген сервистарға барған, біраз жұмыстар жасалынған. Бензин насосты 3 рет ауыстырылған. Ауыстыру барысында насосты қатыратын болттардың резьбасы кеткен, қатырылмайды. Бензин салонға кететін болған. Содан кейін бак ауыстырылған, фильтрлер ауыстырылған, 2 волюметр, катушкілер, свеча, форсунгі тазартылған, және датчик давления топлива ауыстырылған. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Кеткен шығын миллионның үстіне шығып жатыр. Нәтиже жоқ. Сондықтан әріптестер, бауырлар, бұндай жұмыс жасағанда 7 рет өлшеп 1 рет кес дейді ғой. Барынша нақты диагноз қоюға тырысыңыздар. Ол сізге білінбесе де клиенттің қалтасына қатты тиюі мүмкін, және де сізге деген сенімі кетуі мүмкін. Біз қазір кіргізіп, зерттеу жұмыстарын жүргізіп, неден болатқанын бәрін тексеріп көретін боламыз. Табылып жатса, келесі видеода салатын боламыз, неден болған. Және де сіздер не деп ойлайсыздар, өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, Mercedes айдайтын достарыңызға жіберіп отырыңыздар видеоны.